күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қонды зердеме үйреткен ей қырық екі әрі. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук қарасушы едік бәріміз. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз. Жақсы күнді мадақтауға тіл жетпеген, көгінен биіктеген, жыр кетпеген, армысыздар, аяғылы ұстаздар мен тойға келген қонақтарым, жақсы күннің жалауын кірлетпеген, осындай жақсы күнді басқару бір өзіме міндеттелген. Мұсылманбыз, бас иіп сәлем берер, құрмет берер деп, ассалаумағалейкум. Бүгінгі 10 жылдық бас қосу кездесу кешіне келген аяулы ұстаздар менен және осы кештің қадірлі қонақтары. Мұхағали Мақатаев айтқан екен, менің де ауылымда сыйласым бар, менің де ауылымда қимасым бар. Ей, дос болып өмірде жүргеннен соң, дос болып бұл өмірде сыйласыңдар деп. Мінекей осы өмірде сыйласып, мектептің қабырғасынан қанатқа ұшқан шәкірттеріңіз сан тарапқа ұшса қанаттарын жиып, бүгін мінекей басты иіп, туған жерге тағзым етіп, еліміз Алтынұя мектебіне келіп, бүгінгі 10 жылдық сағыныштарын басып, қуаныштарына кенеліп, бақыттарына бөленіп, алысқа хатты жіберіп, жақынға ат жіберіп, бүгінгі осындай жақсы күнді бірге өткізейік деп, Жетісай қаласындағы Ағмажан мейрамханасында осы керемет күнді өткізіп жатқан 86-ның жігіттер мен қыздарына қуаныштарыңыз құтты болсын деп шапалақ ұрып қояйық. Десек те, бұрынғы Амангелді ауылы, қазіргі Әлкен Оспанов елді мекені Қазыбек би ауыл әкімшілігі, соған қарасты Амангелді Иманов атындағы орта мектебінің 1992-2003 жыл аралығындағы мектеп бітіруші түлектері бүгінгі 10 жылдық кездесу кешінің себепкерлерін құрметпенен, ду қол қошеметпенен кешіміздің ортасына шақырамыз. Кәнеге келіңіздер, шапалақ ұрайық. Арман достар қайда, абзал достар қайда? Мінеке арман достар, абзал достар, бүгінгі осы тойда. Мына жігіттерге қыздар жетпей қалып көрдірмін қолды. Енді, мына жақта келіндерді біз бар ек көрдік. Дұрыс дейді, бар екендерін көріп тұрмай амал жоқ кетеді. Бірге бітіргендермен шығу керек деп айтып қойған тамада. Енді айтады ғой, сыйластықта өмірдің жарқындығы бес саусақтай біледі ау әркім мұны. Достықтың дәстүрінен қия кетпеңдер, қолда барда білінбе салды мұны. Жоқ достар өздерінен жасарар, жайқалтайып бүгінгі жанымыздың жапырағын. Бәріңде 10 жылдық кездесуге бір кісідей атсалысып қасында деп шақырамын деп. Мінекей болса да, осындағы тілеулес бол, жүректес бол. Мен достардың басын қосамын деп, атсалысып жүрген жігіттердің арасындағы Арман, Бауыржан, Ғалымжан да жігіттерге қошемет көрсетіп қосақтары сатқымет тұрақтар. Әзіл! Әсілді кедерек айтам ба дегенде мен ақырына таман салам ба дегенде. Дұрыс қой, өзі соты үйді кім біледі, сол шақырады да. Енді бірге осы 10 жылдық сағыныштық басайық деп, туған жерге келіп тағзым етейік деп.
өмірден өткен ұстаздарымызға, сонымен қатар достарымызға бір ауылды шақырып, үлкендердің батасын алып, үлкен ас берейік деп, ол жағдайда жасаған көрінесіздер. Рахмет, мінекей осы көрегендіктерің бар екен. Ал енді осы көрегендіктің арқасында ұстаздарды төрге күтіп, сонымен қатар қонақтарды төрлендіріп, мінекей күйеу балдар, келіншектерді де осы бүгінгі қуанышқа шақырып отырған болсаңыздар, бүгінгі 10 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті шәкірттер. Шапалақ қояйық. Ал ендеше біздің ауылымыздың деп сөйлейік, біздің ауылымыздың жастарына, біздің ауылымыздың қыздар жігіттеріне бүгінгі қуаныштары құтты болсын деген ниетпенен сіздерді арнайы бүгінгі жайылған ақ дастархан 10 жылдық кездесу кешінің дастарханына шақырамыз. Кәнігі келіңіздер. Төрлетіңіздер. Серіктің баласы келді. Қыздар кәнеге араласып отырайық. Бүгінгі 10 жылдық мереке, 10 жылдық бас кездесу кеші бәрімізге де белгілі кеш. Осы кешті сағындық. Осы кешке қашан келеміз? Ойбай-ау, сол қашан басталады деп жақсы күнге алып жатырмыз. Енді сондықтан бәріміз жайғасайық, араласып отырайық, араласып. Күйеу балдар төрлеп отырмыз. Араласып отырмыз. Кәне, жігіттер араласайық, жігіттер араласып отырайық. Жер өзім дегенде жүрегім дүрсіл қағадай демекші, ақындарымыз жырлағандай, мінекей Алтыныя мектебіміз Амангелді Иманов атындағы орта мектепті бітіріп, бәріміз сан тарапқа қанатымызды қағып ұштық. Ал енді бүгінгі таңда бәрімізді осы жақсы күнге басымызды қостық. Құрметті мына шәкірттер, түлектер, бүгінгі 10 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Түріміздегі аузы дуалы, ұстаз еткен жалғыз үйретуден балаға деп Абай хакім айтқандай, өздеріңізге ұстаздық еткен, мектепке басшылық еткен, сонымен қатар сіздерге білім нәріменен сусындатқан төрімізде ұстаздарымыз қатысып отыр. Құрметпенен есімдерін атап айтатын болсам, осында сіздерді тарыдай болып мектеп табалдырығын аттағанда алдарыңыздан анадай болып қарсы алған Ұлтыгүл апайымыз бастаған, сонымен қатар Ботагөз апайымыз, Күмісай апайларымыз бастап, және де қазіргі таңда мектепті басқарып жатқан мектеп директоры Айшонық апайымызды құрметпенен, және де Алпыс ағайымызды, Тәжіғыз апайымызды, Клара апай, Гүлмира апайларымыз құрметпен шақырайық, құрметті шәкірттер. Орнымыздан түрегеліп, ұстаздарға іздеп көрсетіп, қошеметпен қарсы алайық. Келіңіздер ұстаздар. Рахмет. Мейрам оңдалды сәл. Мына енді құрметті шәкірттер, түлектер, өздеріңізге білім беріп, тәрбие берген апайларымыз, мінекей бастауыштан бастап, 5 класстан кейін тастап кеткен апайларымыз, 5 класстан біреу бастап, 11 класста тастап кеткен апайларымыз болып қатысып отқанда ұстаздарымыз келіп отыр. Мына жақсы күнге қош келдіңіздер апайлар. Мінекей сол Амангелді Иманов мектебінің қабырғасынан біз де қанат қағып ұшқан азаматпыз. Мінекей ауылда бүгін той, 30 жылдық той болып жатыр. Сонымен қатар 20 жылдық мереке болып жатыр. 10 жылдық мереке болып жатыр. Соның ішіндегі ең пысығы осы балалар екен деп мен тіледім Құдайдан. Өйткені бұлар январь айында келді маған.
Январ айында келіп біз 10 жылдық істейін деп жатырмыз деді ғой. Мен ойладым, февральда істейін деп жатыр ма дедім. Жоқ, 25 майда істейміз. Таң қалып, ой бұрмай дедім. Ерте қимылдаған ерте көреді дедім. Мінекей ерте қимылдағанның арқасы біз сіздермен қауышып отырмыз. Бүгін кешті мен басқарып жатқаныма қуаныштымын. Ал енді бәрімізге көпшілікке таныстырудың мені өзім қажет жоқ шығар. Мен бәріңізді танисыздар, сол ауылдың мен де түлегімін. Ал енді осындай қуанышқа келген ұстаздарымызға ду болып шапалағымызды аямай ұрып, сөз бастауын үлкендерден тыңдайық кәнеке. Сіздерге бастау білім берген, А әріпін үйретіп, бір деген санды қалай жазуды үйретіп, оны алуды, оны қосуды, оның бөлуді көбейтуді үйреткен, осында бастауыштан бастап сіздерге тәрбие берген апайларымыз Ұлдыгүл әпкеміз бенен Күмісай әпкеміз олар. Шапалар қояқ керек. Сол сөз. Құрметті балдар қыздар, бүгінгі 10 жылдық мерекелерің құтты болсын. Міне бүгін мектеп қабырғасынан ұшқалы 10 жыл толып қапты. Мектепке тарыдай болып, таудай болып шықтың деген осы мінекей. Таудай болып, әрқайсың өз орындарыңды тауып отырсыңдар. Сендерге зор денсаулық, ұзақ өмір, таусылмас бақыт тілеймін. Және де біреулерің үйлендіңдер, біреулерің үйленбей жатсыңдар. Құда қаласа біреулерің екеу болыңдар, екеулерің үшеу болыңдар. Ары қарай өмірді жалғастыра беріңдер. Өмірде қатты сөйледік, жекіп сөйледік, дауысты көтеріп сөйледік. Соның барлығы сендер адам болсын, ары қарай өмір жолын бастай білсін деген ниетпенен әрқайсыңа айтумен болдық. Сол айтқан нәтиженің арқасында мінекей осындай ер жетіп, осындай өмір жолын бастап отырсыңдар. Сол үшін сендерге әр уақытта бақытты болыңдар, бақыт тілеймін, аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Рахмет Ұлдыгүл апай. Ұлдыгүл апай кезінде біздің оқыған кезімізде өте жұбас апайлардың санатында болатын. Ең қатал апай Күмісай апай болады. Күмісай апайдың сабағында сабақ оқымасаң, басыңа сүңгі киіп қайтатын уақыттар болды. Сондықтан мінекей сол қаталдықтың арқасында біз асаба болып жүрміз, Құдайға шүкір. Ел алдында жүрміз, ел аузында жүрміз. Рахмет апай. Сөз кезегі өзіңізде бір қошемет апай. Рахмет қанағат. Әр жерде осылай бас қосқан кезде өстіп марапаттап қоясын, соның өзіне біз жаңа көркейіп марқайып қаламыз. Рахмет. Міне айналайын 10 жылдан кейін бас қосып отырған кішкентай жаңа тардай болып кірген бөбектер едіңдер, міне таудай болып отырсыңдар. Сендер есейіп кетсем де, мен саған сәбимен демек сияқты, сендердің бізде ата-аналарың болды. Я сендердің қамқоршыларың болдық, сендерге тек жақсы нәрселерді үйреткіміз келді, жақсы болғандарыңды қалады. Сөйтіп, бізге әлі сендер кішкентай бала сияқты отырсыңдар. Сонда да болса, сендер кейбіреулерің өз орындарыңды таптыңдар, кейбіреулерің әлі жаңа өз теңдеріңді таба алмай жүрсіңдер. Мұның бәрі Құда қаласа тек қана жақсылықпенен бола берсін, теңдеріңді таба беріңдер. Мына осылай әрдайым жаңа 10 жылдық, 20 жылдық бас қосуды ұмытпаңдар. Жұмыстарыңда табыс тілеймін, семьяларыңа бақыт тілеймін. Бөпелерің көп бола берсін жанұяларыңда. Тек жақсы Қазақстанның егеменді, Қазақстанның азаматы бола беріңдер. Жақсы жақтан көп тек қана. Рахмет, міне бізді шақырып үстіп құрметтеп отқандарыңа. Рахмет. Мен осында бастауышта сіздерге сынып беріп, сынып жетекшісі болып, білім берген апайлардан бастаған себебім, өйткені бұл кісілер үлкендерді көрген, үлкендердің тәрбиесін алып, сол кісілердің аяқ жолын басып, ізін басып, қазіргі таңда зейнеткерлікке шыққан апайларымыз жасын сыйлап беріп отырмыз. Ал енді мен қазір Айшоны апайымызға бірінші беретін болсам, апайымыздың өзі осы кісілерге бұруы мүмкін. Өйткені үлкен сыйлаған, ізеттікті білетін, сондай керемет жеңгемнің өзі. Жарасып тұрған. Қошемет тұрып қояқ, біздің мектебіміздің басшысы Айшоны апайымыздың тілегі. Құрметті, мына 10 жылдық мерейлі кездесу тойына келіп отқан мінекей түлектер,
Мына қадамдарың құтты болсын, мерейтойларың құтты болсын. Осыдан 10 жыл бұрын Алтын Ия мектептеріңді жаңағы өмір жолымен алмастырып, қанаттарың қатайып, өмірге қадам бастыңдар. Енді міне бүгін осы тойды тойлап отырсыңдар. Яғни көпшіліктерің бір бастарың екеу болып, яғни өмірдің мына кемесінде келе жатсыңдар. Яғни көптеген жаңағы мына түлектеріміз білім алып, әртүрлі еліміздің мемлекеттік мекемелерінде қызмет атқарып жатыр. Яғни осындай жақсылықтарыңды көріп, естіп отырмыз. Енді сендерге тілеріміз, жанұяларыңда бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, бастарың көбейе берсін. Яғни үнемі бірлікте, ынтымақта жүріңдер. Мына аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын, еліміздің көк байрағының тұғыры биік бола берсін. Әрқашан тойда бастарын қосылып жүре беріңдер. Мына осы тойды ұйымдастырып отырған Баймырза, Әсіл, Ғалымжан, Арман сияқты мына жігіттерге көп рахмет. Осынша қыздарымызды бүгін көріп қуанып отырмыз. Сендерге көп рахмет. Рахмет апай. Мына енді біз өзі кейбір кезде мектебімізді сағынамыз, ауылды сағынамыз, барамыз, сіздерді сағынып келдіңіздер, ауылды көрдіңіздер. Сырттағы, ойдағы, қырдағы бәрі жиналды ғой бүгін. Сол кезде мектепке баратқан кезде сіздер байқасырып, байқамасырып, мен әрқашан барсам байқаймын, бір жарысып қойғаны бар біздің мектепте. Жастайымнан білім алсам қалайда, өсе қолың жетер талайға деп жазып қойған, дұрыс па? Оны алып сағай жазды деп естідім ғой. Міне алып сағай сіздерге 3-4 жыл болса да ұстаздық етіп, сыныптың жетекшісі болған азамат. Ал енді қазіргі таңда әлі де сол ұстаздықты арба қарап жалғастырып жатқан азамат. Мінекей осы қуанышқа келгеннен кейін арпашында бір бидай деп мен бөле жарып беріп жатқан жоқпын. Мен сөзді осындағы бір кісілердің ағасы, бір кісілердің атасы, бір кісілердің үлкен ұстазы деп сөз кезегі беріп тұр. Bir шапалақтай алмаймыз, осында алпыс ағайымызға сөз. Кеш жарық, құрметті шәкірттер. Мынау 10 жылдық мерейтойға келіп отыр екенсіңдер. Сендерге тілерім әрдайым дендерің сау болсын. Мынау мектеп 10 жыл бұрын мектепті бітіріп, белгісіз бір алда не болады деп шығып кетсеңдер, қазір енді көпшілігің өмірде өз орындарын таптыңдар. Менің тілерім сендерге дендерің сау болсын. Өмірде өздерінің мақсаттарына жете беріңдер. Мынау жақында өткен аптада біз 40 жылдығымызды, мерекемізді тойладық. Сендерге тілерім сол 40 жылдықта жақсылап тойлай беріңдер, дендерің сау болсын. Рахмет, Алпыса, рахмет сізге. Ендігі сөзді бір тойларда болсақ, үлкен тойларда болсақ, Алпыс ағамыз сөйлесе жеңшем қосылады деп дей салады екен. Бүгінгі бұл үлкен емес, кіші емес, тойдың үлкен кіші жоқ. Бұл нағыз мерейтой болғаннан кейін сіздерге білім нәрімен сусындатып, өздеріңізге тікелей өзінің тәрбиесін үйреткен Тәжіғыз апайымыздың тілегінде шапалап қойсаңдар екен. Кеш жарық, құрметті 10 жылдық мерекесін тойлап отқан шәкірттерім, барын оқытпасаңдар біздерге шәкірт болып қаласыңдар. Жаңа жақсы кісілердің сөздерінің бәріне қосыла отырып тілейтінім, бірінші байлық денсаулық дейді, дендеріңіз сау болсын. Екінші байлық атамын қазақ дейді ғой, атамын қазақ ақжаулық деген қастарындағы жан-жарларың аман есен болсын. Үшінші байлық он саулық деген, құда қаласа байлықтарың асып-тасып, бала-шағаларыңды аман есен жетілдіріп, ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, біздер сияқты үлкен апа, әже болып, сендер де 10 жылдық, 20 жылдық, 40 жылдыққа дейін 50 жыл, жаңа кеше 40 жылдыққа барамыз деп бір оқушым айтады, апа 100 жылдығыңыз нешеде болады дейді, 117-де болады деймін. Соғысып, жылдан жылға тойлап, достарың ішінде өстіп, дос деген жақсы ғой, бір-бірлерімен сыйласып, араласып, құда қаласа келешекте құда жекжат болып араласып, одан да жаңа таныстықтарды қайта берулеріңе тілектеспін. Дендерің сау болсын, осындай тойларың көп болсын. Рахмет апай. Мына
енді бітіруші класс, бастауыш классқа да қиын болады екен. Бастауыш кезде бірінші әріпті үйретесің, санды үйретесің, өлеңді үйретесің. Бір 4 сабақ па, 5 сабақ бірдей алып үйрестір ғой, өзі өте қиын болады. Мен келісем сондай болу керек, білемін да. Бітіруші класстікі оңай болады деп ойлаған ғой біреу. Сөйтсе одан қиын екен. Оны Клара апай қазір айтып береді. Шапалақ ұрайық қане. Құрметті мынау шәкірттер, кеш жарық және мынау ұстаздар. Мынау бүгінгі мерейтойлар құтты болсын. Біріншіден мынау бүгін өте жора жолдастардың өздерімен былай кездесіп, 10 жылдан кейін бір-бірлеріңді көріп отырсыңдар, бір-бірлеріңменен жаңағы жүздесіп отырсыңдар, жаңағы бір бастарын екеу болып, бір бас болмағандарын екеу болыңдар. Ендігі жылы осындай уақытта бұдан да керемет бас қосып жасай бердіңдер. Мына биыл өз Амангелді мектебінде биыл керемет болып жатыр. 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық бұрын болмаған нәрсе биыл болып жатыр. Соның ішінде мен өзім қазір 10 жылдық деп бірінші сендерге өбеп отырмын. Себебі сынып жетекші деген өте ауыр деп айтып жатырсың ғой. Сендерді тастамастан өзімнің қазір 30 жылдығымда болып жатыр. Одан 20 жылдық шақырып отыр. Қазір сендерден кейін 20 жылдыққа, одан кейін 30 жылдыққа. Міне осылардың барлығы сендерге жұғысты бола берсін. Дендерің сау болсын, аман болыңдар. Еліміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын. Барлықтарының денсаулықтарың мықты болсын. Мына осы сияқты мынау бастауыш сыныптың ұстаздары сияқты сендерде үлкен ана болыңдар, ата болыңдар. Барлықтарында балдарының рахатын, ратын көріп, бізге ұқсап, үсті бір-бірлеріңді сыйлап-сыйласып жүре беріңдер. Сәт сапар, ақ жол, әрдайым бір-бірлерімен осылай тату-тәтті өмір сүре беріңдер. Негізі біздің Амангелді деген ауылдың әр көшесінің, әр қабырғасына барып, әр кәдімгі үйіне кіріп сөйлесең, қай үйден сұрасаң, бәрі көп отбасылы семья ғой біздің ауылдың бәрі. Содан кезде сұраған екен ғой бір кісіден, сіздің бала-шағаңыз қанша болса білмеймін деп айтады дейді. Ми ашып кеткен да. Сол сияқты сіздерге қазір қайсысы қызық, қайсысы бұзық, қайсысы жаман оқыған, қайсысы жақсы оқыған десе білмеймін деп айтайын деп тұрсыздар ғой қазір ішінде. Білесіз бе жоқ? Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Подарки бермей қоя ма тағы да? Мына енді әзіл ғой. Кәнігі бір сый-сияпаты бар осындай бізге біліп берген ұстаздарымызға деген. Кәнігі, шапалауға, қошамет! Жігіттер! Мінеке, арнайы киелі түркістаннан алдырған комплектті. Астанадан Арман деген шәкіртіңіз арнайы осы 10 жылдық кездесу кеште ұстаздарына сый-сияпатты таңдап келген. Сөйтіңіз олар. Рахмет. Кәж Қызақбай зырғасын ақ қойып жатыр. Ескісін бере сонатсыз ба ғой? Жаңасын тапқаннан кейін. Бер қараңыздар енді. Мынау бізге айғақ керек. Суреттен солайық. Болды. Рахмет. Енді ұстаздар жағы. Рахмет сіздерге. Бірге дастарханды ашып беріп жастар. Осы тойдың қызығын бірге көрейік. Бүгінгі осы 10 жылдық мерекені мерей қуанышты тойлап жатқан сұңқардай жігіттердің, қарлығаштай қыздардың жайылған дастарханда төрдегі дәмге жайғасыңыздар керек. Рахмет сіздерге. Төрдетіңіздер. Қошемет көрсетіп қояйық. Шапалақ. Жаман қаттырады кездер. Рахмет. Бір тамада айтып атқан көрінеді дейді. Құрметті қонақтар, досыңның астын дұшпандай көр. Алдарындағы астағы дәмді баяғы ата-бабаларымыз фашистерді қалай қырды? Солай жапырыңыздар деген ғой. Сөйтсе той біткен, той бітсе бір апамыз 2 пакетпен кетіп барады. Апа бұл не десе бұл піленге түскен немістер деп айтады дейді. Пакетке сап кеткен ақырында. Сол сияқты етке, сорпа бетке, қалған пакетке дегендей бүгінгі қуанышты жақсылап, досымыздың жайған, достардың жайған дастархан деп
дәмге қараңыздар. Дәмнің алдында өнерге де бір көз салыңыздар. Осы біздің мақтаралға мақтаулы, мың бұралған бейші қыздарымыз шақырамыз. Шашу би ансамблі. Той көргін ашар. Қошемет дос мереке. Сіздердің құрметтеріңізге алдарыңызда шашу. Рахмет шапалақ қайда, қошемет қайда біздің мың бұралған шашу би ансамблінің қыздарына. Енді той болғаннан кейін болса да осындай мың бұралған бименен сонымен қатар әуезі керемет, әуреткен әліменен жарасын болады. Мына бүгінгі қуанышымызға, сіздердің бүгінгі мерейлі қуаныштарыңызға арнайы осы Мақтаралдың мақтанышқа айналған жетісайымыздың жұлдызы, күміс көмей әнші. Әннің де естісі бар, кесері бар, тыңдаушының құлағының кесері бар. Сондай керемет өнерпаздың көңілін көтеріп қошемет тұрсақ, сол өнерпаздың ол өнер жолында өздері бар деген ниетпенен арнайы осы еліміздің әншісі, мәдениет үйінің қызметкері Ақмарал қыздарына шақырамыз. Шапалақ қояйық. Сіздердің құрметтеріңізге туған жер әнімен.